Сәлем YouTube достарым. Бүгін мен доллар көшелерінің қалай пісірілетінін сіздерді таныстырмақшымын. Ол үшін бізге 100 мл жылы сүт, 100 грамм сары май, және де 150 грамм шекер, 1 жұмыртқа, 300 грамм ұн қажет болады. Жұмсақтау етіп, қамырды илеп алған соң, ағылшынша S әрпіндегідей етіп, күлчелерді жасап, 200 градус ыстықта әсел пеште пісіріп алдым. Одан кейін оны қанттың опасында аунатып алып, тәрелкеме салдым. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Менің қазақша YouTube каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Ал видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер.